Шерхан Мұртазаұлы Мұртаза 1932 жылы Талапты ауылында дүниеге келеді. 2018 жылы Алматы қаласында дүниеден озды. Қоғам қайраткері, қазақтың ұлттық жазушысы. 41 жылғы келіншек. Қаламгердің 41 жылғы келіншек әңгімесіндегі басты кейіпкер Хадиша. Хадиша өмірінің соңына дейін өзінің күйеуі Мақсұтты күтеді. Мақсұт ел қатарлы 1941 жылғы соғысқа кетеді. Бірақ ол қайтып оралмайды. Оның өліміне сенбеген Хадиша оның өмірінің соңына дейін күтеді. Қызы Жанар күйеуге тиіп, Хадишаны өз қолына алмақ болғанда, Хадиша бұған түбегейлі қарсы болып, өмірінің соңына дейін Мақсұтты күтті. 41 жылғы келіншек әңгімесі бұл сол кездегі тек қана Хадишаны ғана бейнелемеген. Сол жылдардағы, яғни 1941 жылдағы келіншектердің соғыс болғаннан кейінгі жарынан айырылып қалғандағы күйлерін айқын сипаттаған.